Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде шартты сөйлемдер деп аталынатын сөйлем түрлерінің бірімен танысатын боламыз. Ол first conditional деп аталынады. First conditional келер шақта қандай да бір іс-әрекет орын алатын болса, сол іс-әрекеттің орын алғандығы себепті екінші бір іс-әрекеттің оқиғаның жүзеге асатындығын білдіру үшін қолданылады. Ол келесідей ереже арқылы жасалынады. Егер мағынасын беретін if сөзі және одан кейін present simple шағындағы кез келген етістік қойылады. Сөйлемнің екінші бөлігінде біз will'ды қолданамыз. Will'дің жанына бастапқы формадағы кез келген етістік қойылады. Мысалға, if I see her, I will tell her the truth. Егер мен оны көретін болсам, онда оған шындықты жайып саламын. See present simple шағында тұрған етістік. If егер көмекші сөзі, will және tell етістіктің бастапқы формасы. Екінші сөйлем, will you marry me if I give up smoking? Егер мен темекіні тастайтын болсам, онда сен маған тұрмысқа шығасың ба? Will көмекші сөзі, marry етістіктің бастапқы формасы және give up етістігі present simple шағында тұр. Егер if көмекші сөзі сөйлемнің басында тұратын болса, онда екі жай сөйлемнің арасына өтір қойылады. Ал егер if сөйлемнің ортасында екі сөйлемнің арасында тұратын болса, онда if сөзінің алдына да артына да ешқандай өтір қойылмайды. If көмекші сөзінің орнына сөйлемде when, as soon as, before, after, until, unless деген сияқты көмекші сөздер бір деңгейде қолданыла береді. Мысалға, when I grow up, I will have a wife. Мен өскен кезде менің әйелім болады. Jasmina will call you as soon as she gets home. Jasmina үйге жеткен кезде, жеткен бойда телефон шалады. As soon as көмекші сөзі, мына жерде when қойылған. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдердің басқа да түрлері жайлы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ендеше.